Мына біз қазір Казазот акционерлік қоғамының территориясында тұрық аймағында. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің Басқұдық елді мекенінің халқының арыз шағымдарымен Казазот қоғамына тексеріс ашылып, тексерістің нәтижесімен нұсқама берілген. Осы нұсқама бойынша Казазот қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерасты суы баратын құбырды кесіп тастады. То есть демонтировать етіп тастады. Мына жерде Қошқар атаға кететін каналға барады бұл су. Осы халықтың наразы, аммиактың иісі шығады деп, Басқұдық ауылының. Енді қазіргі таңда өздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай жерасты суда, аммиактың иісі де, аммиак араласқан суда ол каналға төгілмейтін болды. Енді қалған ол суды қазір Казазоттың бас инженері өздерінің производствосына қолданатын жөнінде түсіндіріп береді. Енді осыдан кейін Қошқар атаға кететін, каналға кететін құбырды кесіп, Казазоттан шығатын аммиачный су барылмайды ол жаққа. Сонымен қатар иіс те болмайды, аммиактың иісі. Елді мекендерді назарына айтып отырған халыққа. Халықтың талабы аммиактың иісі, біз аммиактың иісі шығады, сол иісті жою болды. Қазіргі таңда осы көріп отқандай халықтың талабы орындалды.